неге біз латын тілі сияқты қазақ тілін үйренеміз, бірақ сөйлемейміз. Менің ойымша қазақ тілін білу ол міндет. Қазақ тілінің логикасы өте оңай және күшті. Өзіміз негізі ғана күтеміз, бірақ аз істейміз. Қ деген әріпке тіліңіз келе ме? Қ менің сүйікті әрібім негізі. Көп қазақтар орыс тілдік ортасында өсіп қазақша сөйлемейді. Неге қазақ тілін әлі үйренген жоқсың, неге әлі сөйлемейсің? Өзімізден қазақ тілін үйренген кезде Ахмет Байтұрсынұлының мысалы әліппесімен, сол кісінің зерттеулерімен өлшейміз ғой енді. Меніңше, егер Қазақстанда біреудің бизнес ашқысы келсе, қазақ тілін білу керек. Қазақтарды жақсырақ түсіну үшін олардың мәдениетін және тарихын білу керек. Орыстар айтады, чужой монастырь со своим уставом не ходит. Мысалы, мен ағылшын тілін білсем, маған ағылшындар таңғалмайды. Солай болу керек деген сияқты қабылдайды. Мен анам, әжем әрқашан бір тойдан қазақтар сияқты сарқыта алатын. Отансыз адам, ормансыз бұлбұл.